Қара нанның қадірі. Таңертең дүкенге нан алуға барғам. Сөреден жаңа піскен нанның келмегенін көріп, кешегіден қалған ала салдым. Түскі асты ішіп отырғанда қызым Аяжан, «Ту, мына нан неге жұмсақ емес, дәмсіз» деп ыдысқа лақтырып жіберді. Тамақ ішіп отырғанына қарамай, нанды лақтырғаны дұрыс емес деп, қолын қатты қағып жібердім. Қарсыда атам отырған. «Қызға не дейсің? Оған өзіміз кінәлі» деді. Расымен де, жоқшылықты көріп қалған соң ба, өзіміз жемесек те баланың алдына бар тәттіні үйеміз. Қолындағысы сәл жерге түсіп кетсе, қоқысқа лақтыр, жердегіні жеме дейміз. Тамақтың тек жаңа піскенін береміз, жылытпа дегенде осы күңгілдер менсінбейді. Таңертең жылы сүтпен қосып, нанның орнына тәтті батон ұсынамыз. Бір күн кеспе, бір күн картоп жесе, ойбай манты жасайық, кеше пісіргенді бүгін жемейді ғой деп жаны ұшырамыз. Одан қалды бауырсақ, оны жемейім десе бәліш, артынша құймақ деп бар тәттіні алдарына үйіп, ауыздарына тығамыз. Расымен де, кім кінәлі? Бала ма? Жоқ, әрине өзіміз. Қолда бардың қадірін, тоқтықтың қадірін үйретпеген, айтпаған өзіміз кінәліміз. Жоқшылық көрмеген, оны сезбеген, оны естімеген бала кінәлі ме? Жоқ. Бастауышта оқып жүрген кезім 90-шы жылдардың ортасы ғой. Үйде нан болмай қалатын кездер көп болатын. Нан тұрмақ, ұн тапшы заман еді ғой. Ауыл боп қол диірменге бидай тартып жейтін. Мінезі қисық шатақ болса да әкем шебер кісі болатын. Шешеме қолдан электрлі диірмен жасап берді. Анам түнімен ұйықтамай, таңға дейін ауыл адамдарының бидайын тартатын. Әйтеуір қап-қап бидай тартып, еңбегіне бір шелек бидай айырбастайтыны есінде қалған. Күз демейді, қыс демейді, шешемнің күні суық шодан өтетін. Сонда деймін-ау, анау бидайың бірінші сортты болса ғой, шіркін деп армандайсың. Қазір соны малға да бермейміз ғой. Одан қалды қара бидайдан тартылған ұн мен нан аштат. Ол мүлде көтерілмейді. Форманың түбінде былжырап жабысып тұрады. Соны ошаққа салып алады. Эх, шіркін-ай, қап-қара болса да ошаққа піскен қатқаннан алдымызға келсе, ыстық бәліш келгендей майға қосып, соғып алатын едік. Бауырсақ дегенің де сол, тоңмайға пісіреді, оны ыдысқа аударғанша қатып қалады. Пештің түбінде пісіріп жатып, мені шақырып алып сумай тұрғанда жеп алшы дейтін. Әйтеуір столдың үстінде тоңмайға пісіп қатып қалған бауырсақ тұрса да, біз үшін ол күн мейрам, той еді ғой. Ал қазіргі ұрпақтан оған кім сенеді? Баламыз ғой, арасында еркелегіміз ұстап қиғылық саламыз. Сабақтан қатты қарным ашып келген болу керек. Бір күні анама нан жегім кеп тұр деп байбалам салдым. Үйде тілім нан жоқ екен біліп тұрсам да, әлек салып жыладым. Шешем үйден үндемей шығып кетті. Артынан сыртқа шықсам, қорада тығылып жылап отыр. Білмейм, шешемнің сол көз жасын көрді ме, ауылда ауқаттылау тұратын араласатын құрбысы Гүлжан апа аяқ асты үйге кеп қалмай ма? Анам бармен шай әзірлеп жатыр. Үстелде нан жоқ екенін сезіп, шайдан кейін сол бойда үйіндегі артық тұрған бір қап астықты өзі шанамен сүйреп әкеп тастады ғой. Шешем байғұс бір жылап, бір күліп қуанып жүр. Сол күнгі қуанышты, сол күнгі нанды тойып жегенім әлі күнге көз алдымда. Жаным, Гүлжан апа, ұрпағыңызбен мың жасаңыз, жоқтықтың қадірін тоқтықта ұмытпа деген қызымның кешегі қылығы бала тәрбиесіндегі бізден кетіп жатқан кемшілікті көрсетті. Тез жиналып қолға алу керек. Бұл жалғыз менің емес, көптеген жас ата-ананың басынан өтіп жатыр ғой. Тоғыз заманда өсіп жатқан ұрпағымызға анда-санда жоқтың да қадірін түсіндіріп жүрсек, артық болмас деген ой түйдім. Өйткені бүгін тоқ болғанымен, ертең жоққа тап келсе, қайтып күн көрмек. Алдын ала ескерту бергеніңе, жоқ болсам жыламауға, тоқ болсам тасымауға жайнап жүретін жастық шағың жоқшылыққа тап болса да сынып кетпей, бір отбасын ұйытып, осы күнге жеткізгенің үшін рахмет сізге, ана.